Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз тіркесі. Оқу мақсаты сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді етістікті сөз тіркестерін ажырату, оларды қолдану. Бағалау критерийі: сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлерін біледі, сөз тіркестерінің басыңқы сыңарына қарай есімді және етістікті түрлерін ажырата алады, алған білімін талдауда қолданады. Тіл білімінің грамматика саласының бірі синтаксис. Синтаксис сөз тіркесін, сөйлемдердің құрылымын, сөйлемнің түрлерін, сөйлем мүшелерін зерттейді. Біз бүгін сөз тіркесі туралы толық білім аламыз және тіркескен сөз, тұрақты тіркестер туралы білеміз. Сөз тіркесі дегеніміз не? Сөз тіркесі толық мағыналы екі немесе одан да көп сөздің тұлғалық және мағыналық жағынан байланысқан сөз тобы. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздер бір-бірімен белгілі бір грамматикалық тәсілдер арқылы байланысады. Толық мағыналы екі немесе одан да көп сөздерден тұрады. Сөздердің байланысуы сөйлем ішінде анықталатындықтан, сөз тіркесі сөйлем ішінде танылады. Сөз тіркесі қандай да бір синтаксистік қатынасты білдіреді. Сөз тіркесі бағыныңқы, басыңқы сыңарлардан тұрады. Бағыныңқы сыңары әдетте бірінші болады, басыңқы сыңары екінші сөз тіркесі болады. Қызыл алма, қызыл бағыныңқы сыңары, алма басыңқы сыңары. Үйге қарай жүгірді, үйге қарай бағыныңқы сыңары, жүгірді басыңқы сыңары. Алматы қаласы көрікті, көрікті басыңқы сыңары болса, Алматы қаласы бағыныңқы сыңары. Мәдениет сарайында кездестік, мәдениет сарайында бағыныңқы сыңары, кездестік басыңқы сыңары. Қали мырза қалтасына сенді. Қалтасына сенді деген сөз тұрақты тіркес, байлығына сүйенді дегенді білдіреді. Қали мырза бағыныңқы сыңары, қалтасына сенді басыңқы сыңары. Көзге түртсе көрмейтін түн. Көзге түртсе көрмейтін тұрақты тіркес, қап-қараңғы дегенді білдіреді. Көзге түртсе көрмейтін бағыныңқы сыңары, түн басыңқы сыңары. Сөз тіркесінің басыңқы сыңарына байланысты сөз тіркесі екіге бөлінеді. Есімді сөз тіркесі және етістікті сөз тіркесі. Басыңқы сыңары есім сөздерден болса, онда ол есімді сөз тіркесі деп аталады. Әдемі қыз, ақ көйлек, менің бұным деген сөз тіркестерінде қыз, көйлек, бұным сөздері есім сөз болғандықтан есімді сөз тіркесі болып тұр. Етістікті сөз тіркестерінің басыңқы сыңары етістіктен болады. Гүл терді, мен келдім, кітап оқыды сөз тіркестерінде терді, келдім, оқыды етістік тұлғалы сөздер. Тіркескен сөз дегеніміз не? Тіркескен сөз немесе күрделі сөз екі немесе одан да көп сөздің тіркесуінен жасалып, бір ғана ұғымды білдіреді. Ерекшелігі бір ғана сұраққа жауап береді, бір ғана сөйлем мүшесі бола алады, сөз тіркесінің бір ғана сыңары бола алады. Мысалы, күрделі зат есім Алматы қаласы, мәдениет сарайы. Күрделі сын есім бидай өңді, ұзын бойлы. Күрделі сан есімдер 57, 2021. Күрделі етістік оқып отыр, ала салды. Күрделі үстеу ала жаздай күні бойы. Тұрақты тіркестер немесе фразеологизмдер. Екі немесе бірнеше сөз тіркесіп, бір ғана ұғымды білдіреді. Сөздердің орны тұрақты, басқа сөзбен ауыстыруға болмайды. Мысалы, тайға таңба басқандай деген үш сөз тіркесіп келіп, анық деген бір ғана ұғымды білдіреді. Ағама жеңгем сай, мінезі ұқсас дегенді білдіреді. Тұрақты тіркес синоним бола алады. Азарда безер болды, ат тонын ала қашты. Бұл сөздер жаман әдетке жақындамайтын дегенді білдіреді. Жаны зәр түбіне кетті, жаны көзіне көрінді деген тұрақты тіркестер қатты қорықты дегенді білдіреді. Тұрақты тіркес антонимде бола алады. Жаны жай тапты, жаны ауырды. Жаны жай тапты, жаны жайланды деген сөз, жаны ауырды, қиналды деген сөз. Аузынан ақ май ағызды, молшылықты білдірсе, ауыз жармады деген сөз,
жоқшылықты білдіреді. Сөздердің байланысу тәсілдері. Сөз тіркестері жалғау арқылы байланысады. Кітапханадан, алдыдан, шығыс сеп жалғауы арқылы байланысып тұр. Телефон арқылы сөйлестім деген сөзде арқылы деген шылау арқылы байланысып тұр. Орын тәртіп арқылы байланысады. Атақты адам, аяулы ана. Интонация арқылы Алпамыс батыр, Бауыржан Момышұлы қаһарман. Сөз тіркестерінің байланысу түрлері 5-ке бөлінеді. Қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Қиысу сөздердің жіктік жалғау арқылы байланысуы. Мысалы, мен мұғаліммін, сен барасың. Матасу ілік септігіндегі сөзбен тәуелдік жалғаулы сөздің байланысуы. Оқушының кітабы біздің отанымыз. Кейде жалғаулар жасырын түрде келеді. Мысалы, оқушы кітабы біздің отан. Меңгеру табыс, барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері жалғаулары арқылы байланысады. Қонаққа барды, дәптерге жазды, мультфильм көрді. Қабысу сөздердің ешбір жалғаусыз орын тәртібі арқылы іргелес тұрып байланысуы қабысу деп аталады. Әдетте анықтауыштық қатынаста болады. Қалың кітап, аяулы әже, әдемі мұғалім. Жанасу сөздердің ешбір жалғаусыз бірде іргелес бірде алшақ тұрып байланысуы. Әдейі келді, ертең барады, сол арқылы білдім. Жанасу әдетте пысықтауыштық қатынаста болады. Сөз тіркестерінің лексика-грамматикалық қатынасы. Предикативтік қатынас бастауыш пен баяндауыштың жақ-жағынан қиса байланысуы. Сабақ басталды, сабақ бастауыш, басталды баяндауыш. Сен инженерсің. Анықтауыштық немесе атрибутивтік қатынас. Ұлттық мектеп есімді сөз тіркесі орын тәртібі арқылы байланысқан. Қабысу анықтауыштық қатынаста. Ұлттық сөзі анықтауыш қызметін атқарып тұр. Толықтауыштық немесе нысандық қатынас. Дәптерге жазды. Етістікті сөз тіркесі ге барыс септігі жалғау арқылы байланысқан. Меңгеру толықтауыштық қатынас. Дәптерге сөзі толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Пысықтауыштық немесе адвербиалды қатынас. Кеше келді. Етістікті сөз тіркесі орын тәртібі арқылы байланысқан. Жанасу пысықтауыштық қатынас. Талдау үлгісі. Ғалымдар ғарыштық ақпаратты жер бетіне баяу қондырды деген сөйлемді талдап көрейік. Ең бірінші сөз тіркестеріне талдау үшін сөйлем мүшесіне талдап алған абзал. Қондырды. Не істеді? Қондырды. Баяндауыш. Кімдер қондырды? Ғалымдар қондырды. Ғалымдар бастауыш. Нені қондырды? Ақпаратты қондырды. Ақпаратты толықтауыш. Қалай қондырды? Баяу. Пысықтауыш. Қандай ақпаратты? Ғарыштық ақпаратты. Ғарыштық анықтауыш. Қайда қондырды? Жер бетіне. Пысықтауыш. Енді сөз тіркестеріне талдап көрейік. Ғалымдар қондырды. Етістікті сөз тіркесі. Қиысу предикативтік қатынас. Ақпаратты қондырды. Етістікті сөз тіркесі. Жалғау арқылы байланысқан. Меңгеру толықтауыштық қатынас. Ғарыштық ақпаратты есімді сөз тіркесі. Орын тәртібі арқылы байланысқан. Қабысу анықтауыштық қатынас. Жер бетіне қондырды. Етістікті сөз тіркесі. Жалғау арқылы байланысқан. Меңгеру пысықтауыштық қатынас. Баяу қондырды. Етістікті сөз тіркесі. Орын тәртібі арқылы байланысқан. Жанасу пысықтауыштық қатынас. Міне осылай бірінші сөйлем мүшесіне талдап алып, кейін сөз тіркесіне қарай ажыратсақ, бізге анағұрлым оңай болады. Оқушылар, енді сіздерге тапсырма. Талдау үлгісіне қарап, берілген сөйлемдерді сөз тіркесіне ажыратыңыздар. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Даладағы айқайды естіген Күләштің зәре құты қалмады. Енді бірде ортанша әпкем Әлиман мені ойнатып жүріп,
үйдің ескі құсқысынан дөңгелек қора жасады. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.